Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода мен жалпы өмірде еш нәрсенің бостан босқа болмайтынын сіздерге тағы бір рет естеріңізге түсіргім келеді. Себебі дәл қазір өмірімде сондай ситуация болып жатыр. Қазір басына айтып берейін. Жалпы мен Арыс қаласында туып өскенмін өзім. Арыс қаласы деген кішкентай қала. Адам саны көп емес, 10 ғана мектеп бар. Және де сол Арыс қаласында өскеннің өзінде мені папам 7-ші класста жаңағыдай Арыс қаласында кітапханаға алып барып, маған ең алғаш Робинзон Крузо деген кітабымды алып берген. Аралда біреусі қалып қояды, андай мындай деген сияқты. Возможно, кітап сіздер киносын көрген шығарсыздар, мен кітабын оқығанмын. Вот сол кезден бастап менің кітапқа деген махаббатым ашыла бастады. Көп оқыдым деп айта алмаймын, бірақ оқитын, оқылсам да беріліп оқитын, бар ынта-шынтаммен деген сияқты. Солай уже университетке түскен кезде 2014 жылдары мен жаңағыдай даму туралы, оның алдында енді жаңағыдай исторический немесе художественная литература деп айтады ғой, белгілі бір әңгіме, қызықты кітап, махаббат туралы кітап деген сияқты оқитын. Ал 2014 жылы университетке түсіндім, үлкен өмірімді өзгерткім келеді, барлығы деген жан-жақтан келіп жатыр. Түрлі адамдар мектепте, мысалы, бәріміз бірдей бір қатардағы адамдар едік та. Ал ана жерде түскен кезде түсінесің, біреу бай, біреу басқа, біреу шетелде оқитын, мысалы, біреуінің ата-анасы оған көлік әперген деген сияқты. Сен де уже дамуға, баюға ұмтыла бастайсың, ойлана бастайсың. Қалай, мен не істесем екен, мен мына өзімді қалай дамытсам екен деген сияқты. Солай мен 2014 жылы кітап оқи бастадым. Байлық туралы, даму туралы, психология туралы, мүлде басқа адамға айнала бастадым. Бірақ бір кезде миыма мындай нәрсе жатты. Общежитиеда жатам, осылай кітап оқып, мен жанымдағы қыздар солай жаттап алған өзі. Қазір мысалы командамда бір қыз істейді, ол маған айтады, солай кітап оқып жата беретін едіңіз ғой, деп. И мен 2-ші этажда осылай кітап оқып жатсам, бір байлық туралы Роберт Кийосакидің, помню, «Квадрант денежного потока» деген «Богатый папа, бедный пападан» кейінгі кітабын оқып жатқан ғой. Сөйтсем айтады, Мақпал күшті, жаңағыдай келемеж деп айтып жатыр, бірақ білмеймін қандай оймен айтқанын, келемеж болып естілді маған. Мен солай қабылдадым. Мақпал, сен осы байлық туралы кітапты көп оқисың, байып кеткенің қана, ха-ха-ха деп осылай күлді. И мен мына жеріме дүңк ете қалды, потому что сол уақытқа дейін мен просто ләззат алып, мен дамып жатырмын, күшті болып жатырмын, мен ақылдырақ болып жатырмын деген чувствомен ләззат алып оқи берген ғой. И мен қараймын да дүңк ете қалды. 2016 жыл ма, 2017 ма, реально ғой. Мен байлық туралы уже қанша кітап оқып тастадым, байып кеткенім кәдімгі деп ойладым. Вообще мен өзгеріп жатырмын ба деп. Мысалы, жаңағы «Тонкое искусство пофигизма» деген кітап оқып алғам. Күшті пофигист болу, анау-мынау үйреніп алғам. Но не делаю. Бәрібір де жоқ деп айта алмаймын. Я деп адамдардың көңіліне қарау, сол әлі де болсын өсек айтам, әлі де болсын жаңағыдай байымағам, әлі де болсын өзім миссиямды таппағам. Мысалы, «Самый богатый человек в Вавилоне» деген кітапты оқығам. Ақша жинау керек екенін түсінгем. Жинайтын ақша жоқ, ақша жинамаймын. То есть кітаптың бәрін оқып жатырмын, но қолданып жатқан жоқпын. И түсінемін да, ё-моё, менің мир мой рухнул. Сосын ойлаймын, блин, не істеймін? Значит, бұл кітаптың бәрі маркетинг, значит, ол кітаптың бәрі маған керек емес, значит, ол кітаптың бәрі просто жаңағыдай сол кітаптың егелері ақша тауып жатыр, а так біз ешқандай өзгеріп жатқан жоқпыз, миым осылай кері қарай кетіп бастайды. Бірақ бір моментте әйтеуір білмеймін қалай екенін, өзімді тоқтатамын да, сосын түсінемін, что нет. Бірақ білесіздер ме бір қызығы? Мен 2021 жылы өзім ойлаймын, осы жылы атып кеткем деп. Потому что 2021 жылы мен алғашқы миллионымды тапқам. Инстаграмға келдім, әйтеуір блогымды өтірік жүргізіп, қазір мысалы менің қанша подписчигім бар, мен өткен жылы 180 миллион тапқан адаммын. Оның алдыңғы жылы 120 миллион тапқам. Және де қазір мысалы мен Қытайда отырмын, бірақ маған ештеңке сатудың қажеті жоқ, мен просто Қытайда, просто көру үшін келгем да. И реально менің дәл қазіргі жағдайым позволять етеді. Не айтқым келіп тұр? Просто 2021 жылы мен неге атып кеттім? Неге мен блог жүргізген кезде бірден хоп деп маған подписчиктер келе қалды да, и мен сатқан кезде мен курстарым бәрі өтіп бастады. Неге мен услугама бірден адамдар келе қалды? Неге мен Инстаграмым удачный болып шықты? Не үшін? Қалай ойлайсыздар? Ата-анам маған басқаша тәрбие берді ме екен? Блогер болуға лайықты. Или маған көршілерім айтты ме екен? Нетші? Просто менің мына жерімде уже база болып тұрды да. Мен жаңа оққан барлық кітаптың бәрі мына жерінде тұр еді. Сіңіп қалған, и ол нәрселерді өшіріп тастай алмайсың, просто ол сенде бар да. И мен сол кезде, ё-моё, дәл қазір айтып отырмын, денемде мурашки, мен вау дедім ғой. Оказывается, мен просто
сол кездің барлығында осы 2021 жылға дайындалған екен ғой. Оказывается, просто ана кітаптың бәрі менің фундаментім. Мен просто өз-өзімді бірінші дұрыс адамға, дұрыс саналы, жаңағыдай осознанный адамға айналдырып, потом только блог бастағаннан кейін атқан екен ғой деген ой келді да. И бүгін дәл сол ситуация қайталанады. Қытайға келдім. Мен жалпы блог жүргіземін, блог жүргізуге адамдарды үйретемін, запуск жасауға, продаж жасауға үйретемін. Сондай курстарым бар, блогинг деген курсым бар. Ол жерде қанша адам оқып жатыр. Ойлаймын, давай тауар да сатып көремін. Потому что менде опыт болған, мен өзім киімдерімді сатып жібергенмін, мен бір рет пальто сатып көргенмін деген сияқты. И келем, плащ, тренч деген сияқты қараймын, вообще сезонға түспегенмін, келем, түсінемін, что мен бизнестан ноль болып тұрмын. И ойлаймын да, ё-моё, мен Қытайға просто так кеппін ғой деген сияқты. А менде билет 13-не дейін. Ойлаңдар, 8 күн не істеймін деп ойлап жатырмын да. Бүгін 2-ші күн мен түсініп жатырмын, что сезонға келмеген, тренчтар почти менің ойымдағы жоқ. 2-3 ғана тапқам, а оларды сату как бы қаншалықты пайдалы білмеймін да. И мен осылай ойлап жүрдім да, кешелі бер жаңағыдай. Мен босқа келдім ба, ё-моё, адамдар не ойлайды екен, андай-мындай деп. Бір кезде жаңағы отельге кіріп келе жаттым да, осылай миыма келді да, то, что отырдым диванға и ойланып жатырмын да. Просто бүгінгі менің Қытайға келгенім, осында болып жатқан ситуациялар, осында болып жатқан обстоятельстволар, болмай қалып жатқан нәрселер, болып жатқан нәрселердің барлығы бүгін болмаса да, міне ертең 26, 2027, 2028-де, возможно, мен бір нәрсе істеймін, и мына нәрсенің барлығы сол жерге керек білім. Дәл қазір мен сол білімді, сол сабақты алып жатырмын. Және ол қазір керек емес болуы мүмкін. Қазір мен просто Қытайда әшейін жаңағы кітапты оқыған сияқты, түк маған пайдасы болып отқан жоқ деген сияқты ойлау мүмкін. Хотя мен білем, Құдай осының барлығын так ойластырып қойған, что барлығы өз орнымен деген нәрсеге сенімім қайттан пайда болды да. Мақпал, сен просто Қытайға келу керек болдың. Сен осы жердегі бір нәрселерді көру керек болдың. Чтобы ертеңгі күні 2028-де, 2029-да бір нәрсемен айналысқан кезде, возможно, бір нәрсе істеген кезде, чтобы ол іс атып кету үшін осы білім керек саған деген сияқты. Сол кезде менің состоянием, жаңағы состоянием 0-0 болып тұрды ғой. Состоянием кәдімгідей көтеріліп, өзімді жақсырақ сезініп бастадым ба, иә? И мен түсіндім да сол кезде. Шынымен де ғой, мен мысалы блогинг курсына келгенде адамдарға айтамын. Олар айтады ғой, блог жүргізейін, сен не істерін білмеймін, не істерін білмеймін, анау деген сияқты. Мен айтамын, ешқайсың ақ-парақ емессің. Вот 20-ға келіп көзіңді бірінші рет ашып тұрған жоқсың, 30-ға келіп көзіңді бірінші рет ашып тұрған жоқсың. Осыған дейінгі сүрген өміріңнің барлығы білім ғой. Күнде таңертең көзіңді ашып, көзің жұмғанға дейінгі көргеніңнің барлығы сенің тәжірибең, ал тәжірибең сенің білімің. Және де сол нәрсемен адамдармен бөлісе аласың. То есть сен ақпарақ емессің, сен новичок емессің, сенің ішіңде белгілі бір қабілет, характер, болмысың бар. Осының барлығын көрсету, вот сен осысың деп та, то есть новичокпын деуге болмайды. Новичок деген 0 болып өмірге келген адам. Қалған адамның барлығы белгілі бір нәрсені білетін адам деп үйретемін да. И осы нәрсеге өзімді алып келдім. Сол үшін, мысалы, өмірімізде болып жатқан нәрсенің барлығы, енді былайша айтқанда біз қазақтар қайырымен деп айтамыз ғой. Сол сияқты барлығы өз орнымен, өз уақытында болып жатыр дегенге қатты сенем. Және де бүгін менің келіп отқаным, кеше мысалы Қытайға келіп алғашқы күні 0 теңге тапқаным, барлығы менің ертеңгі күніме қажетті сабақтар деп білем. Және де осы күндерді сүріп жатқаныма өте қуаныштымын. Сіздер де осы видеодан қарап отырып, өздеріңіздің өмірлеріңізге қажетті бір түйінді аласыздар деген үміттемін. Егер видео ұнап жатса, кстати, бұл менің ютубтағы алғашқы 2 май видеом ғой деймін. Өзім жақында қолға алдым. Лайк басып, колокольчик басып, подписаться ету керек екен ғой. Вот соны жасаңыздар. Если что, инстаграмымда осы жерге қалдырып кетем. Жазылып алыңыздар. Все, всем пока-пока. Және де қандай тема еще күтетіндеріңіз жазып кетіңіздер, сол тема бойынша тоже сіздерге осындай видео жазамын.